Жақында біздің диагностикалық аппараттан Гүлмира ханым деген кісі диагностиканы өткен болатын. Асқазан мәселесімен келген болатын. Асқазан мәселесін диагностикалық аппараттан өткізу арқылы асқазандағы мәселесі орташа екенін анықтадық, қатты күрделі емес екенін білдік. Бұл кісінің мәселесі тоқ ішекпен болып шықты. Яғни тоқ ішектің жұмыс функциясы өте қатты нашарлаған. Яғни перистальтика қысу жүйесі, тамақтың сіңілу жүйесі жалпы өте қатты нашарлаған анықтау барысында бұл кісінің мәселесін дәл анықтаған болатынбыз. Сол себептен де сіз егер асқазаным деп күмәнданып жүрген нәрсеңіз болатын болса, ол асқазан болмай шығуы мүмкін. Сол себептен бірінші ол нәрсеге күмәнданбай тұрып, бірінші тексерістен бізден өтіңіз, немесе өзіңіз жеке клиниктеріңізден өту арқылы дәл анықтап емдегендеріңіз дұрыс болады. Егер сізде осындай денсаулығыңыздағы мәселені нақты білмей жүрсеңіз, біздің кванттық бионаризатор аппаратынан өту арқылы сіз ағзаңыздағы мәселені дәл анықтап алсаңыздар болады. Толыққанды ақпарат үшін төменгі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.